Джунглейдин кай түкпүрүнөн келдин? Sen bala, оңтүстүктөнбү, әлде солтүстүктөнбү? Кай жактан келдин? Оңтүстіктен болар. Оңтүстүктөн де сиянийлик. Әдеме десет, өз басым болмаппын. Айтшым, сен өзі сияниде пау-пау жемісін жеп көрдің бі? Кейбіреулер оны қалай еді? Папайя деп атайды. Ұрланған сөз. Мен оны пау-пау деймін. Піскен жеміс жерге түскенде сондай дыбыс шығар. Дәмін көр. Жесеңші. Дәмді екен. Кім екенімді білесің бе? Жоқ. Мен патшамын, бандырлықтардың патшасы. Луи деп атайды. Шықтым ақыры. Жарайсың, достым. Оны табайық. Ол осында. Жоқ. Табанымыз жерге тиді. Демек, мұнда мен басқарамын. Менде жоспар бар. Ал сен джунглиде тұрғысы келетін адам баласың. Қайдан білдіңіз? Бала, менің құлағымның өз құлағы бар. Осында қалғың келеме? Саған арқа сүйетін қорғанға жет. Мен ғана сені қорғай аламын, тегін емес. Бірақ менің ештеңем жоқ. Бар болғанда қандай? Ол не? Айналаңа қара адам баласы. Мен бай әрі ұлымын. Жемістің түр-түрі, қисапсыз қазына, және әскерімде күшті. Бір ғана нәрсе жоқ. Сол жоқ нәрсені маған сен бер аласың. Ол қызыл гүл. Ол менде жоқ. Сен адамсың, солай ғой. Адам табиғаты мықты. Қызыл гүлді өзі жасай алады. Оны бағындырады. Маған қызыл гүлге жақындама деп айтты. Әрине түсінікті ғой. Оған қол жеткізсең қоректі тізбектің ішіңнен бірақ шығасың. Джунглиде ешбір тірі жан қызыл гүлге қарсы шыға алмайды. Өтінем, мені жіберіңізші. Мені алдаушы болма, балақай. Мақсат келісімге келу. Менің қалауым сенің қолыңмен қызыл гүлге жету. Ал енді адам баласын. Қане, сырыңмен бөлес. Қызыл гүлдің күшін сила, арманыма жеткіз. Ау, үміт